Ассаламағалейкум, құрметті отандастар. Сіздермен бірге түркі қазақ арнасы. Және біз Алматыға кіре берістегі мына бір батырлардың кесенесіне қазір келе жатырмыз. Мен бұл жерден көп өтетінмін негізінде. Бірақ осы ескерткіштің кесененің кімнің атына қойылғаны және бұл жер қалай аталатын бір зерттеп, қарап, мән беріп көрмеген екем. Қазір енді мәлім болып отырғандай Саурық батыр дейді. 1793 жылы туылып, 1798 жылы туылып, 1854 жылы дүниеден өткен батыр. Ескерткішті өте әдемі салған екен. Мына жерден оқып көрсек те болады. Сұраншы Саурық батыр. Сұраншы Саурық батырым. Уже жазуды оқу. Шеніне дұшпан келмеген, қамын ойлап халқының жерін жауға бермеген. Жамбыл Жабаев атамыз айтқан екен бұл сөздерді. Мен дұрыстап оқып берейін, енді ежелеп оқымай. Сұраншы Саурық батырым, шеніңе дұшпан келмеген, қамын ойлап халқының жерін жауға бермеген деп Жамбыл Жабаев атамыз айтқан екен. Сұраншы батыр. Жаңағыда Сұраншы батыр ғой да? Сұраншы батыр. Саурық батыр мен Сұраншы батыр екен. Сұраншы батыр 1812 жылы дүниеге келіп, 1864 жылы дүниеден өткен екен. Міне Сұраншы батырдың кесенесі. Енді бұлай қарата Алматы ғой бұлай. Алматы. Міне осындай көркем жерлер. Иә. Құдай қаласа арнада енді Алматы облысындағы, Алматыдағы жақсы жерлерден видеолар түсіруге әрекет жасамыз, Құдай қаласа. Сау сәлемет болыңыздар.